кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда. Көмек және Кәусар пәтер иелері кооперативтері қала басшысы және тұрғындар алдында есептерін берді. Биыл қазақ елі тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы. Елімізде дүниежүзілік вирустық гепатитпен күрес күніне орай айлық шарасы жалғасын табуда. Республикамыздың барлық аймақтарында мектепке жол акциясы өтуде. Жеке пәтер иелері кооперативіндегі мәселелер жыл бойы өзектілігін жоғалтқан емес. Бұған дейін қала көлеміндегі бірнеше жеке пәтер иелері кооперативтері қала басшысы және қоғамдық кеңес өкілдері алдында есептерін берген болатын. Бұл жолы көмек және де Кәусар жеке пәтер иелері кооперативінің төрағалары 2015-2016 жылдарда атқарылған жұмыстарымен, сондай-ақ алдағы жоспарларымен бөлісті. Қалалық әкімшіліктің кіші залында өткен жиын барысында көмек және Кәусар жеке пәтер иелері кооператив төрағалары өз есептерін беріп, жылдар бойы атқарған жұмыстары мен жоспарларын бөлісті. Қала әкімі Асқар Абылайұлы төрағалық еткен жиынға қоғамдық кеңес мүшелері, қала әкімінің орынбасары, сондай-ақ қала тұрғындары қатысты. Басқосуда олар аталмыш қызметтегі түйткілді мәселелерді талқылады. Алдымен сөз алған көмек пәтер иелері кооперативінің төрағасы Нұрлан Біркенова өз баяндамасында қазіргі таңда өздеріне қатысты біршама тұрғын үйлерге әртүрлі деңгейде жөндеу қызметтерін көрсеткендерін айтты. Олар Комаров көшесі 13-ші А мекен жайындағы үйдің дәліздеріне пластикалық терезелер орнатып, жертөледегі су құбырын пластикалық трубаларымен ауыстырған. Гурба 104-ші үйдің 50% су құбырлары ауыстырылған. Және де осындай жөндеу жұмыстарын қажет ететін тұрғын үйлерге қажетті жұмыс жөндеулер жүргізілгендігін, сондай-ақ барлық тұрғын үйлер жертөлелері залалсыздандырғандығын атап кетті. Нұрлан Алшынбайқызының айтуынша, жылу беру маусымында ешқандай апаттық жағдайлар орын алмаған. Және де ондай жағдайдың алдын алуда арнайы қызмет тәулік бойына жұмыс жасайтындығын тілге тиек етті. Қарамағында 12 адам жұмыс істейтін көмек жеке пәтер иелері кооперативінің төрағасы Нұрлан Біркенова тиісті жұмыстарға уақытылы үлгеріп, кестеге сай қызмет көрсетіп отырғандығын айтты. Баяндама аяқталған соң тұрғындар тарапынан қойылған сауалдарға жауаптар беріліп, бірқатар мәселелер көтерілді. Бұл жолғы есеп беру кездесу жиынына қала тұрғындары да қатысып, көмек жеке пәтер иелері кооперативінің көрсетіп отырған қызметіне оң баға берді. Сонымен қатар қала басшысына да айтар өтініш тілектер мен ұсыныстарын білдірді. Мәселен, Құсайынов көшесі 33-ші үйдің тұрғыны өзі тәріздес тұрғындардың тиісті қарыздарын төлемеуінен ай сайынғы төлем жасап отырған тұрғындар запа шегіп, жеке пәтер иелері кооператив тарапынан өздеріне қажетті қызмет түрлерін ала алмайтындығын айтып, төлемақы жасамаған тұрғындардан қандай да бір жолмен қарызын өтеулерін талап етсе деген сауалын қойса, Гурба 104-ші үйдің тұрғындары балалар ойын алаңдарының маңайын автокөлік тұрағына айналдырғандығын айтып, бір шара қолдануды сұрады. А машины стоят на каждой, вот где может ребенок играть, там везде машины стоят. Тут сразу проезжая дорога. И вот почему машины вечно ставят прямо вот под домами? Вот это под окнами. Осындай түйткілді мәселелердің басын ашқан тұрғындар сауалынан кейін Кәусар жеке пәтер иелері кооперативінің төрағасы Наталья Пчельникова өз баяндамасын жасады. 2015 жылдың мамыр айынан бастап аталмыш кооператив 8 тұрғын үйге өз қызметтерін ұсынуда. Алайда қарамағындағы 8 үйдің бүгінгі күнге дейін біреуінің де заңды құжаттары жоқ. Тұрғындардың қарызы болғандықтан бұл үйлердің құжатын Сәттазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бермеуде екен. Өз қызметтеріне тұрғындар тарапынан ешқандай арыз шағымы жоқ екенін алға тартқан Наталья Михайловна қала басшысынан тұрғындар көп жүретін Брайтон дүкен орналасқан Тәуелсіздік даңғылы 7-ші үйді әктеу үшін арнайы биік техника бөліп беруін сұрады. Қала басшысы бұл сұрақтың жауапсыз қалмайтындығын жеткізді. Тұрғындар алдында осылайша есептерін берген жеке пәтер иелері кооператив төрағаларына қала басшысы осы қалыпта жұмыстарын жалғастыруын қатаң тапсырды. 2016 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы. Бұл мемлекетіміз бен халқымыз үшін ең басты әрі құнды мереке болмақ. Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жоқ уақыт ішінде қаржы дағдарысының қиындықтарына қарсы тұра білді. Тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді бағындырды. Толағай жетістіктерге қол жеткізді, әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енді. 2016 жыл бұл әрбір қазақстандықтың өміріндегі ерекше кезеңді бейнелейтін жыл. 25 жыл бұрын Қазақстан бүкіл әлемге өзінің тәуелсіздігін паш етті. Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жоқ уақыт ішінде тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді бағындырды. Толағай жетістіктерге қол жеткізді. Мемлекет басшысының елді дамытудағы стратегиялық бағдарламалары мерзімнен бұрын жүзеге асып келеді. Тәуелсіздік, бейбітшілік және тұрақтылық заманауи Қазақстанның ұраны. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған жыл сайынғы жолдауында
Жаңа мемлекет құру барысында алдымызға үлкен мақсаттар қойып, оларға қол жеткізіп келе жатқанымызды әрдайым айтады. Қазақстан тәуелсіз, зайырлы мемлекет және нарықтық экономикаға негізделген, қоғамдық өмірдің барлық салаларын демократияландыру жолын ұстанған, әлеуметтік, азаматтық қоғам құрушы мемлекет. Қазақстанның экономика, саясат, мәдени және рухани саладағы жетістіктерін өркениетті елдер мойындап, әсіресе руханият саласындағы табыстар, атап айтсақ ұлтаралық келісім мен дінаралық сұхбаттастық, сондай-ақ төзімділік мәдениетін қалыптастырған қазақстандық модель әлемдік қауымдастық тарапынан оң бағасын алуда. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына байланысты биыл Қазақстан Республикасының 25 жылдығында Қазақстанымыз өркендеп, талай-талай жетістіктерге жетіп жатыр. Қазақстанда 140-тан астам ұлт өкілдері тұрады. Әр ұлт өкілдері бірлікте, ынтымақта, тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Осындай жетістіктерге жетуіміздің арқасы осы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Қазақстанымыз өркендей берсін, өсіп, осы алдымыздағы ұрпақтарымыз тек қана жақсылықтарын көрсетсін. Қазақстан әрқашан алда болсын. Тәуелсіздік жылдары қоғам өмірінің барлық салаларында терең түбегейлі өзгерістер орын алды. Бұл қоғамның рухани саласындағы, соның ішінде дін мен діни мәдениетке де терең өзгерістер алып келді. 2016 жылдың үлкен мерейтойы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Айтулы мерекеге республикамыздың түкпір-түкпірінде қызу дайындық жұмыстары да жүргізілетіні белгілі. Ата-бабаларымыз сан ғасыр армандаған тәуелсіздіктің 25 жылдығы еліміздегі іргелі істермен айшықталып, сәт сайын жақындап келеді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 28 шілде мен 28 тамыз аралығында еліміздің барлық аймақтарында дүниежүзілік вирустық гепатитпен күресу күніне арналған айлық шарасы жалғасын табуда. Аталмыш күннің маңыздылығы мен бүгінгі күнге дейін қандай шаралар атқарылып жатыр, толығырақ келесі бейнематериалда. Шараны өткізудің мақсаты тұрғындардың вирустық гепатит туралы ауруды жұқтыру мен тарату жолдары жайында ескерту шаралары, салауатты өмір салтын насихаттау бойынша ақпараттандыруларын арттыру, ересектердің және балалардың денсаулығын сақтаудағы жауапкершілігін арттыру болып табылады. Айлықтың аясында профилактикалық шараларға, скринингтік зерттеулерге, балаларды гепатитке қарсы вакциналаумен қамту және тұрғындарды вирусты гепатит туралы ақпараттандыру шараларына баса назар аударылады. Гепатит вирусты инфекция негізінде туындайтын бауырдың қабынуы. Вирусты гепатиттің А, В, С, Д және Е типті 5 түрі бар. В және С типтері ауыр созылмалы аурудың дамуына әкелетін, індетті жұқтырған адамдардың көпшілігінде ондаған жылдар бойы ешқандай ауру белгілерінің болмауына байланысты цирроз бен бауыр обырын туындататын ең көп таралатын гепатит түрі болып саналады. Бұл вирусты тасымалдаушылар аңдаусыз өзгелерге жұқтыруы мүмкін дейді номер 1 қалалық аурухананың ішек ауруларының меңгерушісі Орынбек Қыдырәліұлы. Яғни вирусный гепатит деген қазіргі таңда медицинадағы ең ауқымды тақырыптардың бірі болып тұр. Вирусный гепатит дегеніміз не? Жалпы вирусный гепатит деген ол бауырдың клеткалары, яғни гепатоциттерді зақымдайтын вирусты инфекция. Ол негізгі жұғу адамнан адамға жұғатын вирусты инфекция. Оның қазіргі заманауи медицинада оның бірнеше түрі бар, классификацияға бөлінген. Ол бірінші А, Б, С және вирусты гепатит Д, F, G және Е вирусный гепатиттер болып бөлінеді. Оның ішінде негізгі осы Орта Азия мемлекеттерінің ішінде, оның ішінде Қазақстанда бізде негізгі жиі кездесетіні гепатит А және Б, С гепатит түрлері. Негізінен бұлардың клиникасына өздері ерекшеліктеріне тоқтайтын болсақ, гепатит А бұл алиментарлы, яғни негізінен жас балалар ауыратын, оның үстіне жұғу жолы мынау негізгі су, тағамдар арқылы, үй тұрмыстық заттар арқылы жұғады гепатит А. Және де бұмен көбінесе жас балалар ауырады. Әрине үлкен ересектерде ауырады, бірақ жас балалармен салыстырғанда 80-90% негізінен мектеп жасындағы және де одан кіші балаларда кездеседі. Екінші гепатит Б, С түрлеріне келетін болсақ, ол да біздің осы Қазақстан территориясында, Орта Азия мемлекеттерінің территориясында өте көп кеңінен таралған вирусты гепатит. Жүрде вирусты гепатит Б және вирусты гепатит С-ның жұғу жолдарына келетін болсақ, бұл жерде негізінен мынау хирургиялық ота операция жасау кездерінде болуы мүмкін, стоматологиялық процедуралардан болуы мүмкін,
және де мынау сұлулық салондағы шаш тараз дейміз, басқа да сұлулық салондарында көрсетілетін қызметтерден жуылуы мүмкін. Жыл сайын 1 миллионға жуық адам вирустық гепатит, оның ішінде цирроз бен бауыр обыры салдарынан қайтыс болады. Гепатиттің салдарынан болатын өлімге жол бермеу үшін жаңа жұқтыру жағдайларының алдын алу, тестілеуді жетілдіру және жұқтырған адамдарды емдеуге мүмкіндік беру шараларын жүзеге асыру қажет. Сонымен қатар Орынбек Төлбасиев вирустық гепатиттің алдын алу жолдарына да тоқталып өтті. Вирусты гепатиттің алдын алу шаралары, бұл гепатит Аға келетін болсақ, бұл жеке басының, балалардың, үлкен адамдардың жеке басының тазалығын сақтау, үйдегі тұрмыстық заттарды таза ұстау, және де әрбір даладан, әжетханадан шыққан кезде қолдарды жуып, тамақ жеуін балдарға соны дағдыландырып үйрету керек. Ал енді вирусный гепатит Б мен С-ның алдын алу шаралары, бұл мемлекеттік бағдарламада бар, мемлекеттік жоспарлы егу күнделігінде бізде вирусты гепатит Б-ға арнайы екпе жүргізіледі, ал вирусный гепатит С-да онда екпе жоқ Қазақстан жоспарлы егу күнделігінде. Сол үшін барынша өзінің үйдегі заттарын, жеке әрбір адам өзінің косметологиялық заттарын, басқа да заттарын жеке пайдалану, әрине басты мақсат бұл наркоманияның алдын алу. Қазір біздің өңірде, басқа да Қазақстанда бірінші орында осы наркоманиялық жол тұрғандықтан бірінші осы шараларды жүргізу керек деп ойлаймын. Өзіңізді аурудан қорғау үшін гигиена талаптарын қатаң сақтау қажет. Қанмен әрекеттесуде сақтық шараларын ұмытпау және бейтаныс жандармен кездейсоқ байланыстарға түспеу қажет. Дәрігерлер В гепатитіне қарсы нәтижелі әрекет, тиісті екпе алу екендігін айтады. Бүгінгі бала ертең елдің болашағы. Әрбір бала өзіне қажетті білім алуға құқылы. Балалардың сапалы білім алуына материалдық қажеттіліктердің жетіспеушілігін болдырмау мақсатында республикамызда мектепке жол акциясы 1 тамыз бен 31 қыркүйек аралығында ұйымдастырылуда. Акцияның негізгі мақсаты мен өту барысы жайында толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Еліміздің түкпір-түкпірінде мектепке жол акциясы өтуде. 2 ай бойы жалғасатын осынау шараның негізгі мақсаты аз қамтамасыз етілген және тұрмыс жағдайлары төмен көп балалы отбасыларынан шыққан оқушыларға қолдау көрсетіп, мектеп жасындағы балалардың әртүрлі әлеуметтік себептермен мектепке бармай қалу жағдайларының алдын алу болып табылады. Осындай маңызы бар шараны ұйымшылдықпен мәнді өткізу үшін қалалық білім мекемелерінде қызу жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі қаламыздағы номер 1 мектеп гимназиясында жалғасын тауып сабаққа баратын 5 бүлдіршінге мектепке қажетті заттар мен киім-кешектер табысталды. Сізге рахмет айтам. Әсіресе тұрардағы тәтеге, одан кейін үлкен алғысымыз шексіз. Жалпы аталмыш мектептің әлеуметтік педагогы Қалтай Исабекованың айтуынша 180 оқушы көмекке мұқтаж отбасыларынан шыққан. Бүгінгі таңда ол оқушылардың 55-і акция аясында қайырымды жандардың көмегін алған. Жылдағы дәстүрге сай республикамыз бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда мектепке жол қайырымдылық акциясы жалғасады. Аталмыш акция биылғы жылы бақытты балалық шақ мекен атты ұранымен өткізілуде. Біздің мектебіміздің ата-аналары мен ұстаздары Сәтбаев қаласының әкімшілігіне, Аруана, Салтанат, Монарх сауда үйіне, Тұрар базарына, жеке кәсіпкер Құрманғалиева Альмира Сапарқызына, Бауыржан Абсадықовқа, Айзада Нұркееваға, Ерғали Шалданбаевқа, Болат Шерекбаевқа және де Қазкоммерцбанк акционерлік қоғамының жетекші менеджері Айжан Боранбайқызы мен жеке нотариус Айжан Сағынтайқызына қолдау көрсеткендер үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта қаламыздың қайырымды жандары біздің оқушыларымызға көмектерін көрсетеді деген сенімдеміз. Жылуы жоқ үйден без, қайырымы жоқ бейден без дегендей қайырымдылық адамгершілікті биік ұстап, кісілікті ту етіп, көкірегі қаяулы жаны жаралы жанның жасын сүртіп, жылы лебізін аямай қолдан келген жәрдемін ұсынып, достық пейілдерін танытқан жандарға мектеп оқушылары да бір ауыздан алғыстарын айтты. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымызбен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.